Саламатсыздар ма? Бүгін біз мына осындай кәжекей, бұл дайын кәжекей клиенттің берген, осындай оюдың үстінен тепшіп ою тігеміз. Сіздерге әртүрлі оюдың түрлерін көрсетіп, бірнеше техника көрсеткім келіп тұр. Міне мына диадемадан бастайық. Сізге әр оюдың осындай стразы жабыстырып бастаймыз. Мына клейдің ыңғайлығы ол жіңішке алып жағады, сондықтан сызыққа клей жағып бастаймыз. Сізге қандай клей керек екенін, керекті қажетті құралдарды жазып кеттім. Осылай жағып, стразный лентаны жапсыра бастайсыз. Бұл лентаның түп түзу болып оюға әдемі түсуіне жақсы көмектеседі. Өйткені сразу тігіп бастасаңыз қисық болып кетеді. Сондықтан мен әуелі клейлеп аламын, осылай оюдың әдемі қылдырып, үстіне сызығына жапсырып. Клейді қатты көп құйып та жібермеңіз, өйткені сізге тіккен кезде инеңіз өтпей қалады. Жіңішке қылып, тек стразыны ұстап тұратын қылып жақсаңыз болды. Сосын ары қарай инемен тепшіп тігіп жібересіз. Сол кезде стразный лента түп түзу әдемі түседі. Міне сіз көріп тұрғандай, тек қана жұқа етіп қана жіңішке жолмен клейді жағып шығып, үстіне стразный лентаны жабыстырып жатырмын. Осы сияқты барлық оюды стразный лента жабыстырып осылай шығасыз. Желательно стразный лентаны жабыстырған кезде оюдың ішкі жағына жабыстырсаңыз, сыртқы жағына пайетка тастар, үлкен тастармен тіккен кезде сізге мешать етпейді. Әдемі жол болып шығады, ішкі жағын жабыстырсаңыз. Мен өзім сондай техникамен қолданамын. Міне осы жерде айналдырып, жайлап, баяу, әдемілеп, қисық болмайтынын қадағалап, керек жерлерін дөңгелетіп, өзіңіз қолыңызбен формасын келтіріп, жабыстырсаңыз болады. Осылай жабыстырып, бір тас артық болса да артықтау кесесіз. Қатты кем болып қалмасын. Осындай қайшымен кесіп аласыз да реттестіріп, әдемілеп жабыстырып аласыз. Осылай барлық оюдың ішкі жақтарын стразбен жабыстырып шығасыз. Ең бірінші келтіріп, редактировать етіп, өзіңіз көзіңізге көрініп тұрған қисық жерлерін дұрыстап жабыстырып аласыз. Енді міне екінші оюдың страздарын жабыстырып жатырмын. Дәл сондай техника қолданылады.